Жар таңдаудан қателеспес үшін жүрек жартыңыздың бойында болу керек қасиеттерді тізіп жазып шығу керек дейді мамандар. Сонда ойыңыздағы сүйіктіңіз ойламаған жерден пайда болады. Бірақ ұшқыр қиялымыз бен қажеттіліктеріміз үнемі сәйкес келмейтіні анық. Ендеше бойжеткендердің ер азаматтарды қандай қасиеттеріне қарап таңдайтынын білейік. Қыздар жігіттің иманына, иман жүзді жігіт болса, еңбекқор жігітке қарағанда. Жігіттік мінез болады ғой енді ұяңқа. Қазір жастардың мінездері әртүрлі ғой. Шынына келсек, әркім бет әлпетіне қарайды ғой, бірақ мен прям әдемі болған қаламын, келбетті. Сосын жаны өте таза, иманды, сабырлы. Мен жігіттің ұқыптылығына қараймын, білімділігіне. Ең бірінші неде оның ұқыптылығы болғанда басы кір, киімі дұрыс емес, бір ұқыпсыз болса, мен ондайға енді қарсы болатын едім. Жауапкершілігі, ата-анасын сыйлауы, тәрбиесі өте маңызды мен үшін, және де жүрегіндегі иманы. Сауалнама жүргізген қыздардың дені қаражатқа емес, қолынан іс келетін еңбекқорлығына қызығады екен. Аруларымыз аманатым деп қарап, алақанында ұстайтын иманы мықты жігіттерге өз болашағын сеніп тапсырғысы келеді. Ал жігіттер қауымның пікірі қандай болмақ? Иманды бол керек басынан. Менің ата-анамды сыйлайтын бол керек. Маған қарсы шықпайса, және де орташа бойлы болса, ақылды қыз болса, маған өте күшті болушы еді. Адал болу керек, сезімді шынайы білдіру керек. Честность дейді ғой, сондай. Сосын ақылды, сұлулық уже ол кейінгі орында. Ал мамандар екі жас бір-бірін құрметтемесе, арадағы сезім өшетінін айтады. Және бір-бірін ыммен ақ түсіну үшін сырын әңгімелер болмау керек. Негізі ер адам мен әйел адамның арасындағы баланс болу үшін, отбасы өмірде баланс болу үшін ең бірінші конфликтілі жағдайларды сөйлесіп шешу керек деп ойлаймын. Өйткені бізде қазір қалай әйел адам ренжиді, ер адам ренжиді, екеуі сөйлеспейді, ол мәселе сол жабулы қазан жабулы күйінде қалады. Ол ер адамның ішінде де, әйел адамның ішінде де жиналады, и бір күні қазанның бет ашылған кезде иттен ұят кететіндей бір жағдайлар туындап, ажырасуға айналып келеді. Жұп болған соң екінші жартысына шектеу қоятындарға да психологтың айтары бар. Үйлесімді қарым-қатынас үшін қос тараптың да жеке құндылықтарын ескерген абзал. Жақсы жарды қалап қана қоймай, жақсы жар болуға да тырысу керек. Сонда ғана қалаған нәтижеге қол жеткізуге болады.